Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Қазақ математика академиясында Лейла. Бүгін біз проценттерді ары қарай жалғастырамыз. Біз берілген санның процентін табамыз. 15-тің 8%, 80-нің 40%, 120-нің 75%. Оны қалай шығарамыз? Алдымен 15-тің десе, 15 көбейту деп белгілеп қоямыз. Тің, нің деген сандарды біз, яғни жазуларды көбейтуге айналдырып қояйық. Енді оны 8-ге жай көбейте салуға болмайды. Егер де процент көрсеңіз, оны санға айналдыру керек. Санға айналдыру дегеніміз процентті, процент деген санды 100-ге бөлу. Сондықтан да біз қазір 8 бөлу 100 деп бірінші жазып қояйық. 8 дейміз, алымына, ал бөліміне 100 деп жазып қоямыз. Енді оны ондық бөлшек түрінде де жазып қоюға болады. 0,100-ден 8 деп. 8 тек қана бірлікті алып тұрғандықтан бір нөлді жанына тіркеп жазып қоямыз. Содан тең болады 15-ті енді 8-ге көбейту керек. 15-ті 8-ге көбейтетін болсақ, 8-ді 5-ге көбейтемін 40, 4 ойда, 4 пен 8, 12, 12 деп жазып қоямыз. Енді, мына жерде үтірденген 2 сан тұр, 120-ны 100-ге бөлу деп есептеуге де болады оны, немесе мына үтірді 2 сан жылжытуымыз керек. 120-ның артында бір нүкте тұр деп есептейміз. 2 рет ол секіргенде 1,2 болып шығады, 0 қарастырмаймыз. Осылай жауап шығады. 80-нің 40% дегеніміз тура жаңағыдай. 40-ті қайдадан нешеге бөлеміз? 100-ге. Сонда 80 көбейту 100-ден 40. 100-ден 40-ті ондық бөлшек түрінде 0,4 деп жазуға болады. Бір нөлінсіз. Өйткені 42 сан алып тұр, артында 0. Енді 80 мен 4-ті бір-біріне көбейтетін болсақ, бізде 320 болады. Үтір тұр. Мына жерден бір үтір жылжиды, себебі үтірденген бір сан тұрды. Сондықтан жай ғана 32 болып шыға келеді. Қазір видеоны тоқтатып қойып, 120-ның 75%-ін тауып көріңіздер. Ал мен жалғастыра беремін. 120 көбейту 75%-ті тура жаңағыдай 75 бөлу 100 деп белгілейміз. 120-ны 75-ке көбейтіп 100-ге бөлуге болады. Мен ойымша бұл жерде екеуін қысқартсақ, 75 пен 100-ді оңайырақ саналамыз. Мысалы, екеуін 25-ке қысқартсақ, мына жерде 3-тен, мына жерде 4-тен болады. Сонда 125 көбейту 4-тен 3 болады. Ол 120 мен 4 мұнда қысқарады, 1 мен 30 болады. 30-ға 3-ті көбейтсем, 90 екен. Осылай есеп шығады. Көрдіңіздер ме? 8%-ті біз әлбетте оларды процент көрсек, оны 100-ге бөліп, кәдімгі санға айналдырып алуымыз керек. Ондық бөлшекке де айналдыруға болады, жай бөлшекке айналдыруға да болады. Есебіңіз қалай шығатын болса, немесе қалай шығаруға оңай болса, сол жолды таңдаңыз. Сонда көріп отырғаныңыздай, бұл жердегі ең басты маңызды нәрсе процентті санға 100-ге бөлу. Келесі есепте біз бұйымның бағасы туралы есептер шығарайық. Яғни кейде баға арзандайды, кейде баға қымбаттайды. Біз оны қалай шығаруымыз керек? Бір зат қымбатта кетсе, оған баға қосылады. Және де алғашқы баға деген нені білдіреді? Алғашқы баға деп біз 100% деп аламыз. Яғни алғашқы баға десе, өзіміз үшін жазып қояйық, егер де дәптерге жазып отырсаңыздар. 100%. Енді біз көріп тұрмыз, бізде бірнеше есеп бойынша алғашқы баға берілген. Сондықтан да 100% ол алғашқы баға тең болады 2000 теңгеге. Енді бізге айтады, баға қымбаттады дейді. Яғни қай саннан қымбаттады? Алғашқы бағадан қымбаттады ғой. Сондықтан біз 100-ге 12%-ті қосамыз. Сонда бізде барлығы неше процент шығады? 112% шығады екен. 112% дейміз. Тең болады белгісіз. Себебі біз осыны тауып алуымыз керек, қанша теңге болатынын. Ол үшін пропорция жүргіземіз. 112 мен 2000-ді қосайық, яғни үстіп диагональ бойынша. Сол үшін біз процентті проценттің астына, теңгені теңгенің астына жазамыз. Ал 100%-ке қарама-қарсы тұрған сан белгісіз, сондықтан біз белгісіз тең болады деймізде ұзын сызық қоямыз. Сосын диагональдарының екі жағында да сан бар болған екі санды үстіне алымына жазып қоямыз. 112
көбейту 2000 дейміз. Аласына қалған мына санды жазамыз. Яғни бізде 100 қалып қалды. Сол 100-ді астына жазып қояйық. 100. Енді қысқартатындарды қысқартып жүрейік. 2000 мен 100 қысқарады, 100-ге. Яғни 100-ді 100-ге бөлсем 1, 2000-нан 2 нөлді былай алып тастасақ 20 ғана қалады. Енді келесі 2-ні 112-ге көбейту. Оңай, ол үшін 224 деп жаза саламыз. Артында 0 қалып еді ғой, сол 0-ді тіркей саламыз. Сонда жаңа баға 2240 теңге болып шығыпты. Келесі есептерді де тура осылай шығарамыз. 5000 теңге ол алғашқы баға болып тұр. Яғни енді 2000 орнына 5000 деп жазып, 112% неше тен болатынын есептеп шығара саламыз. Мұздатқыштың бағасы 15%-ге арзандатылды. Егер алғашқы баға осыншама деп тағы да 3 баға беріп қойыпты, бұл есепті қалай шығарамыз? Естеріңізде болсын, алғашқы баға деген сөз болса, ол 100% деген мағынаны білдіреді. Біздің мына жерде 100% дегеніміз ол бірінші есеп бойынша 58 мың теңге екен. Енді бізге айтады, 15%-ға арзандатты десе, біз түсініп тұрмыз. Алғашқы баға 100% болған. Одан арзандатылса, ол азаят деген сөз. Сонда 100%-тен 15%-ді азайтатын болсақ, тем болады 90-90-нан 5-ті азайтсам 85. Сонда 85% екен. Сонда біз бүгін 85%-ті нешеге тең болады деп соны іздеуіміз керек екен. Тең болады x деп қояйық. Немесе белгісіз деп жаз қоюға да болады. Теңге дейік. Жарайды, біреуін ғана таңдап жаз қояйық. Тек қана белгісіз дейік те, сосын теңге деп қояйық. Енді біз білеміз, белгісіз x-ті бірінші белгілеп қойып, тең деп ұзын сызық жасап қоямыз да, неменені көбейтіп үстіне жазамыз? Диагональ құру керек. Диагональдар бойынша, егер де осылай екі сан асты мен үсті сандар бар болса, диагональдар бойынша екеуін көбейтеміз үстіңгі жағына. Ал егер де екінші диагональда бір жағында сан, бір жағы белгісіз болса, белгілі санға бөлеміз. Сонда 85-ке 58 мыңды көбейтіп алу керек. Қазір бірінші көбейтпей тұра тұрыңыздар, бірінші қысқартып жасап алайық. 100-ге бөлеміз. 100 бен 2-0 қысқартып кетеді, 85-ке 580-ді көбейту керек. Ол үшін біз 85-ке жай ғана 58-ді көбейте салайық. 85-те 58 тең болады. 8-ге 5-ті көбейтсем 40. 4 ойда 8 жерде 8-ім 64, қосу 4, 68 болады. Енді 5-ті көбейтек. 25, 5 жерде 5-ім 25. 8-ге 5-ті көбейтсем 40-42 болады. Бәрін енді қосайық. Қосқан кезде мына жерде 0, 8-ге 5-ті қоссам 13, бір ойда 6-ға 2-ні қоссам 8-де 9 болады, және де 4. Яғни ойдағы бірді қосып атырым. Сонда 4930, және де мына жерде 1-0 қалып қабеді, ұмытқамаңыздар, 0-ді қосамын, сонда 49300 шығады екен. Есептің барлығы осылай шығады, арзандады десе азайтамыз, қымбаттады десе қосамыз. Осымен проценттер тақырыбы аяқталды. Жазылып лайк басып қойыңыздар.